Баршаңызға сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге ресторандағыдай өте дәмді болып шығатын пиццаның рецептімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысқа ыстықтау суымызды құямыз, жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық қантымызды салып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Жақсылап еріп кетуі керек болады. Содан кейін суымыз кішкене жылы болған кезде 1 ас қасық дрожжымыз, яғни ашытқымызды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Суымыз қатты ыстық болмау керек. Егер суыңыз ыстық болса, сіздің дрожжыңыз күйіп қалып, қамырыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Енді осы суды бетін жауып, пищевоймен жапсаңыз да, осылай пакетпен жауып қойсаңыз да болады. 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін осы қалыпқа келеді, дәл осындай. Содан кейін 3 ас қасық сұйық майымызды қосып алып, жақсылап араластырамыз. Майымыз толық араласқаннан кейін ақырындап ұн салып, жұмсақ етіп, қамыр елейтін боламыз. Ұнды бірден салуға кеңес бермеймін. Мен әрдайым видеоларымда, рецепттерімде осыны қайталап айтамын. Ұнның бәрін бірдей салсаңыз, қамырыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Сол үшін аз-аздан ұн сала отырып, жұмсақ етіп, қамыр елеуіміз керек. Қамырымыз дайын болды. Елеп алғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге қойып қоясыздар. Жақсылап көтерілгеннен кейін алып, бөліктерге бөлуге болады. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ, өте әдемі болып көтерілген. Дәл осы қамырдан 3 дана пицца шығады. Осы қамырды 3 бөлікке бөліп аласыздар. Қолыңызды міндетті түрде майлап, қамырды бөлуді кеңес беремін, өйткені қолыңызға жабыспай әдемі болып алынады. Содан кейін листіңізді алып, ішін жақсылап майлап алуыңыз керек. Міндетті түрде жақсылап майлау керек. Қамырыңыз асты жабысып алынбай қалмайды. Осылай майлап алғаннан кейін қамырыңызды бөліп аласызда. Теп-тегіс етіп, бетін жайып шығасыз. Жұқа етіп, қалың болып қалса, пиццаңыздың арасы дұрыс піспей қалуы мүмкін. Мінекей қыздар, біздің қамырымыз жақсылап жайып алдық. Енді бетіне осындай кетчуп пайдаландым, кетчуп пен майонез пайдаландым. Кетчуп болмаса, томат пайдалансаңыздар да болады. Томат, майонез қоспай, тек томаттың өзін жағып жасасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Біздің үйдегілер осында кетчуп, майонез жақсы көргендіктен пайдаланып жатырмын. Бетіне бір текс етіп, екеуін араластырып жағып аламыз да, бетіне осылай жұқалап кесіп алған шұжығымызды, яғни колбасамызды қойып шығамыз. Содан кейін мен сырды бірден бетіне сеуіп жіберем. Немесе бірінші қамырын пісіріп алып, қамыр піскеннен кейін 5 минутқа сырын бетіне шашып қойып алсаңыздар да болады. Мен барлығын бірден сеуіп алдым бетіне. 10 минут көлемінде, 10-15 минут көлемінде пісіп шығады. Өте дәмді болып шығады. Ресторандағы, пиццериядағы пиццадан еш жері кем емес. Өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.